Менің тұрмысқа шыққаныма 2 жылдан асты. Мен күйеуіме сүйіп қосылдым деп айта алмаймын. Бірақ тағдырдың маңдайыма жазғаны осы болар деп отбасымды сақтауға барынша тырысып жүрмін. Бара төзімім жетер ме екен, жетпес пе екен? Мен бүгін өзімнің басымдағы жағдайды айтсам деймін. Мен мектеп бітіргеннен кейін Алматы қаласына келіп, жоғарғы оқу орнына түстім. Ата-анамның арқасында оқыдым. Студент кезімде ешқандай таршылық көрген жоқпын. Алматыға оқуға түскеннен кейін мен анамның сіңлісінің үйінде тұрдым. Өзіммен қатар бөлем әпкем мен ағам бар. Олармен жақсы тату болдық. Арамызда келіспеушіліктер болып жатқанның өзінде ата-анамды араластыруға тырысатынбыз. Бөлелерім қалада өскендіктен олар орысша сөйлейтін, мінездері де бөлектеу. Ауылдан қалаға келген салғанда маған олармен тіл табысу кету қиындау болды. Дегенмен уақыт өте келе достасып кеттік. Оқуымды оқып, жақсы жұмыс тапсам, еңбегінің жемісін жеп, ата-анамды қуантсам деген арманмен жүрдім. 1-ші курсты үздік бітірдім. Ауылға барғанымда анам мен әкемнің қуанышында шек болмады. 2-ші курста оқып жүргенде бөле әпкем тұрмысқа шықты. Туған туыс жиылып Гүлмираның тойына бардық. Осы тойда мені бір жігіт қайта-қайта биге шақырып, жақынырақ танысқысы келетінін айтып, қасымнан айналшықтап шықпады. Бірақ мен оған мән бермедім. Өйткені оның жасы менен біршама үлкендеу секілді көрінді. Кейін білдім, бұл жігіт Гүлмираның күйеуісінің туысқаны екен. Яғни жездеміз Олжастың немере ағасы болып шықты. Тойдан кейінде мен Олжасты бірнеше рет кездестірдім. Ол Гүлмира мен Олжасқа еріп бірнеше рет үйге қонаққа келді. Бірақ мен онымен сөйлесуден қашқақтап жүрдім. Неге екенін білмеймін, оны көрсем өзіммен өзім ұялып, көзінен көрінгім келмейтін. Бірде маған Гүлмира Олжастың ағасы Ержанның ағасы жақсы екенін, табысы да жақсы, қызметі бар екенін айтып, оны маған біраз мақтады. Гүлмираның айтуынша, Ержанның жасы 25-тен асса да әлі үйленбегені көрінеді. Оның анасы мен тойда көріп, сыртымнан ұнатып, мені келін қылғысы келетінін айтыпты. Мен Гүлмираға бірден әзірге тұрмысқа шығатын ойым жоқ екенін айттым. Бар мақсатым оқуымды бітіріп, жұмысқа тұру екенін түсіндірдім. Бөле әпкем менің бұл жауабыма сәл жымиды да үндеген жоқ. Біраз уақыт өткеннен кейін Ержан мені сабақтан кейін күтіп алып, үйге шығарып салатын болды. Ол менің қасымда үндемей еріп жүреді. Өзі ашылып сөйлемегендіктен кейін мен де үндемеймін. Бірде ол маған үйленгісі келетінін, біздің үйленуімізге ата-анасы қарсы еместігін айтты. Мен бұл туралы өзім тұрып жатқан үйдегі әпке анамның сіңлісіне айтып едім. Ол кісі құдалардың туыстары жақсы адамдар екенін айтып, менің ата-анаммен өздері сөйлеспек болды. Әкем де, анам да алғашында менің тұрмысқа шығуыма қарсы болды. Енді ғана 2-ші курс бітірген 20 жастағы қыз кім қисын. Алайда анамның сіңлісі әрі құдаларының қолдауымен бізді тездетіп үйлендіретін болып шешті. Мен Ержанды қатты ұнадым деп айта алмаймын, дегенмен бұрын жігітпен жүріп көрмегендіктен бе, біртүрлі Ержанға бауыр басып қалғандай болдым. Өйткені ол сәл қабылдаспай қалса, көңілім алаңдап тұратын болды. Ержан мені қатты сыйлайтын, үйленгенге дейін құшақтауда ары барған емес. Әр келген сайын сыйлығын әкеліп тұрады. Сонымен Ержан екеуміз алдыңғы жылдың жазында отбасы құрдық. Ата-аналарымыз дүркіретіп той жасады. Тойдан кейін ата-енемнің қолында тұрып келіндік міндетімді атқара бастадым. Той өткеннен кейін көп ұзамай Ержан іс-сапармен басқа қалаға кетті. Ол жұмыс барысымен іс-сапарға жиі шығып тұрады. Алғашқы іс-сапардан келгенде екеуміз бір-бірімізбен сағынысып көрістік. Келесі іс-сапарға кетерде ата-енем мені онымен бірге жіберді. Енем үнемі еркекті ұзақ уақытқа жалғыз қалдыруға болмайтынын айтып отыратын. Дегенмен мен үнемі күйеуімнің жанында еріп жүре алмаймын ғой, өзімнің оқуым бар дегендей, оның үстіне мен Ержанға сенгендіктен бе оған ешқандай қызғанбайтынмын. Телефонын тексеріп те әуре болмайтынмын. Ерлі-зайыпты ретінде тұрып жатқанымызға 2 жылға таяп қалғанда, енем маған балалы болуды ойлану керек екенін жиі ескертетін болды.
Мен оқуымды бітіргеннен кейін балалы болсам дейтінмін, бірақ өзімде баланы қатты жақсы көремін. Нәресте сүюді армандап жүрдім. Егер жүкті болып қалсам, ешқандай ойланбастан нәресте 4 жас үлкен әрі өзге ұлттан екен. Алайда Ержанның ата-анасы олардың некесіне қарсы болып, ұлдарын үйлендірмей қойыпты. Біраз уақыттан кейін ол Ержанмен қарым-қатынасын үзбегенін көрінеді. Одан кейін Ержанның ата-анасы ұлдарын тезірек үйлендіруге тырысқан. Ержан екеуміз үйленгелі бері бұрынғы жүрген қызымен араласпағанын, оған бармағанын айтып ант су ішті. Бірақ мен сене алмаймын. Өйткені арада бала бар. Ал Ержан болса, ол баланың нақты өзіндікі екеніне көзім жетпейді. Тіпті балам болған күннің өзінде мен оған бармаймын. Мен сені жақсы көремін. Ол әйел менен сенен ажырастыру үшін әдейі арамызға түсіп жүр дейді. Мен бұл шындықты білгелі Ержанға деген көңілім суып қалды. Тіпті ата-енеме де іштей ренжимін. Неге менен шындықты жасырды? Балаларының басқа әйелден баласы бар екенін біліп тұрып, неге маған үйлендірді? Мен жақында ата-енеме, күйеуіме де біраз уақыт өз ата-анамның жанында болатынымды айтып ауылға келдім. Қазір санам сансақта жүгіріп мазам кетуде. Бар шындықты анама айтайын десем, жүрегі ауырама деп ойлаймын. Бірақ ерте ме, кеш пе, бәрібір шындықты біледі ғой. Мені мазалайтыны, әрі қарай Ержанмен қалай бірге тұрамын? Оған қалай сенемін? Әлі де арамызда бала жоқта өз жөнімен кеткенім дұрыс па?